Жасыл алма. Оп, ұстадым. Қызанақ, шереген. Фу. Оны жеуге болмайды ғой. Айсберг салаты. Сен ойыннан шыққан секілдісің, Лала. Не? Алақай. Дұрыс істедім ғой. Айсберг деген мұзды тау. Оның несін жейсің? Айсберг деген салат. Сандырақтама. Бірінші өзің шешіп алсаңшы. Салат па, айсберг пе? Жоқ, айсберг деген салаттың бір түрі. Домалақ, жасыл түсті. Жасыл? Иә. Жасыл болса, оны жеуге болады. Шөп те жасыл. Сонда шөп жейсің бе? Кейде. Жарайды, айсберг салатының жеуге болатынын дәлелдеп беремін. Өзімнің кітапханамның арқасында. Менде кез келген тақырыпта кітап бар. Қазір салаттар. Міне, айсберг салаты. Ол С, П, К дәрумендеріне бай. Оны жеуге болады деп қай жерде жазылған? Міне, қара, рецепт жазылған. Айсберг салаты мен черри қызанағын араластырып, Мен де бояуларымды қызанақпен араластыра аламын. Бірақ оны жеуге болады деген сөз емес. Расымен де. Айсберг салаты шынымен жеуге жарамсыз болса ше? жарайды. Мамамнан сұрап көрейік. Алма шырыны, май, ас жапырақ. Мам, айсберг салатын жеуге бола ма? Әрине, жеуге болады, жаным. Айттым ғой, Лала. Мам, айтшы, ал бізде әлгі айсберг өсе ме? Жоқ, қызым, бізде қыстар тым суық. Ха! Демек бізде айсберг жеуге жарамсыз. Мам, айтшы, бізде банан өсе ме? Жоқ, жаным, банан джунглиде өседі. Ананас ше? Жоқ, Онда авокадо өсетін шығар. жоқ, жаным, өспейді. Көрдің бе, Лала, айсберг салатының қайда өсетіні маңызды емес. Бастысы оны жеуге болады. Алло? Сәлеметсіз бе, әке? Ата! Лала, қайда кеттің? Алло, ата, сәлеметсіз бе? Мен ғой, немереңіз. Жоқ, басқа немереңіз. Қысқасы, ата, мынаны айтыңызшы. Айсберг салатын жеуге бола ма? Айсберг? Неткен айсберг? Ешқандай айсбергіңді білмеймін. Тағы да қайдағы жоқ нәрсемен тамақтандырып жатыр мені. Ей, әкең қайда? Иә, әке. Жоқ, әке. Бітті осымен сұлу. Атамыз отбасымыздың үлкені. Ол айсберг салаты жайлы естімегенде екен. Демек, мен жеңдім. Онда сен мен ойнамаймын. Не? Сұлу? Мейлі, ойнағым келіп тұрғаным да жоқ. Сол бері түсінбедім. Айсбергті жеуге бола ма, жоқ па? Осы сұлу неге менімен келісе салмайды екен? Тима секілді. Жаным, бұл дауға басқа көзқараспен қарап көрсең қайтеді? Қалай сонда? Қалай ойлайсың? Лимоннан не дайындауға болады? Енді лимонад, лимон бәлшін, лимон қосылған шай жасаса да болады әрине. Оны салатқа қоссам ше? Не? Бірақ мам, лимонды салатқа қоспайды. Қышқыл дәмсіз болып кетеді ғой. Дәмін көр. Дәмдісің ай. Бұлай істеуге болатынын білмеппін. Онда тұрған ештеңе жоқ, жаным. Күн сайын жаңа бірдеңе білеміз. Бұл өмірде бәрін білу мүмкін емес қой. Жаңа ақпаратты қабылдау қиын болса да, кейде дәмді шығады. Солай емес пе? Айтпақшы, бұл салат Цезарь деп аталады. Оның басты ингредиенті айсберг. Жаным, бәрін тамаққа шақыршы. Сұлу, мамам бәрін тамаққа шақырып жатыр. Ол салат жасады. Айсберг қосылған. Цезарь ма? Иә, өте дәмді. Айтып берші, салат неге айсберг деп аталады? Сол бойы түсінбедім. Себебі бұрын оны мысалға жәшіктерде сақтайтын. Рас па? Рас болғанда қандай? Айтпақшы қызық мәлімет. Айсберг салатын солтүстік Америкада, Калифорнияда өсіріп шығарған. Шамамен 100 жыл бұрын. Ал қазір оны жыл